екінші сұрағы. Екінші суретте түзу жолмен қозғалып бара жатқан велосипедші жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі берілген. Графиктен велосипедшіге әсер ететін қорытқы күш нөлге тең болатын бөліктерді анықтаңыз. Бұл өте оңай. Осы графиктен біз дененің түзу сызықты бір қалыпты қозғалып бара жатқан бөліктерін тапсақ, сол бөліктер жаңағы қорытқы күш нөлге тең болған бөліктер болады. Яғни ВС бөлігі және ДЕ бөлігі. Дене түзу сызығы бір қалыпты қозғалса немесе тыныш тұрған кезде денеге түсірілетін күштер теңеседі, яғни қорытқы әсері нөлге тең болады. Онда жауабы ВС және ДЕ бөлігі. А жауап болады. Үшінші есеп. Суретте көрсетілгендей иіндікке бірдей жүктер ілінсе, жүйе қандай күйде болады? Бұл есепті шығару үшін біз иіндіктің жаңағы тепе-теңдік шартының формуласын жазамыз. F1 тең D1, F2 D2. Енді түсірілген күштермен, нүктеге түсірілген күштермен арасындағы жаңағы иіндік күш иін арасындағы тәуелділікті зерттесек, бір-біріне кері пропорционал. Яғни күш қанша көп болса, иіндік сонша қысқа болады, немесе күш аз болса, иін ұзын болады, күш иіні. Онда осы формулаға қарап отырып, біз егер суреттегідей екеуіне де екі жағына да бірдей жүк ілінетін болса, онда қысқа иіні жағы төмен түседі. Яғни осы жақ қысқа иіні жағы күш көбірек болады. Сондықтан біз сол жақ иіні төмен түседі, ал оң жағы жоғары көтеріледі деген жауапты таңдаймыз.